Ал Жұмабек аға, ассалаумағалейкум, тағы да өзіңізге қош келдіңіз дейміз. Енді сіздің уақытыңыз өте қысқа, сол үшін сізге сұрақты төте қоюға рұқсат етесіз. Қалай барлық сұраққа дайындықпен келдіңіз бе? Иә, дайындықпен келдім. Ал онда өзіміздің бірінші сұрағымыз, Жұмабек аға, қазақ елінде сапарыңыз сәтті, ісіңіз ілгері болған шығар деп ойлаймыз. Өйткені қасиетті қазақ елінде жаттығуларда болдыңыз, о жағынан да біздің хабарымыз бар. Міне қазақ елінен жаңа ғана оралып, самолеттен түскенімізге көп болған жоқ. Соған қарамастан Шалқар сайтына сұхбатын беруге ат басын бұрғаныңызға көптен көп рахмет айтамыз. Және де қош келдіңіз дей отырып, осы қазақ еліндегі сапарыңызды егжей-тегжейлі бізге түсіндіре кетсеңіз. Жақсы, қазақ елінде сондай тамаша болды, өйткені ол жерде біздің кезіндегі ата-бабамыздың кіндік қаны төгілген жер, өзіміздің қандастарымыз ол жақтың барлығы. Сондықтан ол елде сондай ерікті, сондай жақсы өтті. Сол қазақ елінде бардым, Алматы қаласында көп тұрдым. Ол жерде әлем файттерстер деп, әлем жауынгерлер клубы деп, Ардақ Назарбаевтың ашқан клубы бар. Сол клубта жаттығуда болдым. Ол кісілерде сондай жақсы мәміледе болды. Ол жақтағы қазақ бауырластарымыз, қандастарымыздың бәрі сондай жақсы көңіл бөлді, сондай қарсы алып алды. Ол елдің ауасы, тұтыну бұйымдары, тамағы өте жақсы болды, жақты. Сол жақта көптеген күш-қуаттар жиып, өзімнің көптеген өнерлер үйреніп қайтып келдім. Рахмет. Тағы бір сұрағымызда, Ал Жұмабек аға, біздің осы Шинжаңда аз қазағымыз сіздің өзіңізбен және кәсібіңізбен таныс болғанмен, отбасыңыз, ата-анаңыз, үйде қанша әпеке қарындас, аға бауырыңыз бар, о жағын бәрі біле бермейді, қандай шаруалармен айланысады. Осы жайлы біздің көрермендерімізге сіздің отбасыңыз туралы қызық болар. Сол жағын түсіндіре кетсеңіз. Өзім отбасымда алғанда біз өзімде бір ауыл қыстақта сол бір мал шаруашылық семьядан боламыз. Әке-шешеміз сол мал шаруашылық семьяда ғана сондай жайда бір қызметші емес. Екі інім бар, олар болса біз үйде үшеуміз. Мен үлкен боламын. Менен кейін екі інім бар. Екі інім өздері сол студенттер мектептерін бітірді. Қазір үй жақта, сол үйде. Сол бар жағдай үйде 5 жан барымыз, 3 ұл, шешем, әкем, барлығы Құдайға шүкір бәріміз үйде жақсы сондай. Сіз бұл кәсіпке неше жасыңыздан бастап қызықтыңыз және өзіңіздің осы өнерге деген талантыңыздың бар екенін қалай байқадыңыз? Солай болады тұрса да осындай үлкен сахналарға қалай жол алдыңыз? Енді мұндай үлкен сахнаға шығам деп мұндай ойламаған, түсімде де көрмеген, ойымда да ойлап көрмеген. Енді сол өзіміз мектепте оқып жүрген кезде сол футболға қызықтық, жүгіруге қызықтық, сөйтіп мектеп бітірдік. Мектепті 10 жылдыққа дейін оқыдым, күнес 1-ші ортада оқыдым. Содан енді біз студентке сынау беріп, сол жақта оқимыз деп ойлап отырмын. Оған дене тәрбиеге қызығып, сол палуан жарыстарға сырттай машық жүріп қатынасып, сондай қызығы болды. Содан палуанға қатысып, осы Шинжаң облысындағы палуан жарыстарына қатынасып, содан іштерге талданып, содан Шиян қаласына кеткен. Сол кезде өркендеп бір ұстазым болды, сол кісі келіп, ол кісі сол Шиян қалып бар, Шиянның дене тәрбие командасына барып орналастырды. Сол жерде болдым, ашқаным көбі. Сөйтіп жүріп, сол жаттығу арқылы балуанда бір 3 жылдай тұрдым. Осы Қытай елінде де сондай балуан жарыстарына мемлекет атынан шығып отырдым. Нәтижелеріне жақсы болды, жаман болмады. Бірақ та кейбір кездерде сол өткен балуан жарыста көбінде нөмір береді, нөмір арқылы есеп қылады бұны. Сондықтан кей кездерде бізге аз немене болды, кейде теңсіздік болып қалды бұл жарыстарда. Ұтып тұрсам, ұттырдырған кездері болды. Содан кейін өзім ойладым, бүйтіп балуан еткенше мен кәсіп ауыстырайын дедім. Сөйтіп жүрген кезімде өзім интернеттерге шығып жүріп, мына шет елдің жаңадан дамып жатқан ересі жекпе-жек жарыстарын көрдім. Соларды көріп, соған деген қызығушылық болды. Не осыған кәсіп ауыстырсам да болады екен ғой, бүйтіп неметкенше деген ойлар болды. Сөйтіп сол балуанда жүріп, сол өзім ойыма салғандай Шиян қаласында бір жарыс болды, сондай ересі жекпе-жек жарыс. Соған не жұдырық ұқпайын, сол балуан ғана машық жүріп, сол
баягы авылда кичкене кезимде төбөлөсүп үйрөнгөн бир аз жудуктарыбыз бар. Сол менен сол жарышка Казакча көрөйүн деп, казакча тегиз казакча шабыстар бар. Iya. Сол менен катнастым. Жакшы барып биринчи рет чыкканда маган сол өзүм палуандан барып отурдум. Олар эреше жекпек балдар жөнөкөй жаттыккан. Маган сол өздөрүнүн сол мемлекетте сол сандасында болсо санда ушу санда дейт, остон чемпион болгон бир баланы сак коюпту. Сонун биз жарышка бардык. Жарышка барган күнү майданда отурдум, өзүм палуан менен сол эмне казакча тургумуз гана башка эчтеке жок, өнөргөнбүгүбүз. Сонун жарышка калай кеп алдым деп өзүм атымда ойланып калдым. Өйткөн каршыласын ана тебет эмне бар, машык кылатын калта, кум калта. Анан тебеди калта түсүп чыгат. Сонда жыгылмас сыяктуу нерсени кокпогон калтаны бир тебип түсүрөт, сону мен де бир тебип көрөйүн деп тепсем козгоп коймойду. Сонда ойладым, мына мен сындыратым болду ғой бир тебип деп.